сабағы бізде сыныпта барлығы ғой, жақсы. Өткенде біз қандай әдебиеттен шығарма оқыдық? Авторы кім? Бауыржан Момышұлы, бүгін сол сабақты пысықтау сабағын өтеміз. Жақсы. Қазір балалар, мына асықтар арқылы топқа бөлінеміз. Бұл асықтарда номерлар жазылған, сол номер бойынша топқа бөлінеміз. Жақсы ма? Бір-бірден алаңдар. Бір-бір асықтан. Асықта белгіленген номер бойынша орындармен алсаңыз бірінші, екінші, үшінші топ орындармен алса, кімде бір мұнда келеміз, кімде екі. Екінші топқа, үшінші деген номерлер үшінші топқа жиналамыз. Жақсы. Тез орынмен алсын қоямыз. Жақсы, орынмен алыстық. Өткен сабақтан қайталау жасап алайық. Үй тапсырмасы ыстық, орындық әдісі арқылы біз сендермен қазір үй тапсырмасын өтетін боламыз. Жақсы. Ал балалар үш топқа бөлінді. Бізде бірінші топтың атауы даналар тобы болады. Яғни олардікі екінші топ сөз шеберлері және үшінші топ ойшылдар болады. Жақсы. Қазір біз ыстық, орындық арқылы өткен сабақтағы үй тапсырмасын орындайтын боламыз. Ыстық, орындық. Қазір бұл жерге бала келіп оқушы отырады. Сендер сол балаға сұрақ қоясыңдар тақырып бойынша, ұшқан ұя шығармасы бойынша. Ол жылдам жауап беру керек, әйтпесе жанып кетеміз. Жақсы ма? Кім отырады? Кім келеді үй тапсырмасына? Аружан. Шақырайық Аружанды осыға қойып. Аружан отыра қойып. Кім сұрақ қояды? Бибарыс қоя қойса. Бауыржан Момышұлының шығармадағы атасының аты кім дейді? Имаш. Кім? Имаш. Жақсы, отырамыз. Келесі. Бірінші топтан шығайық бірінші. Бірінші топтан. Әлиді шақырайық. Әлиге кім сұрақ қояды бізде? Әлиге сұрақ қояды. Жақсы, Әли. Қоя қойса. Автор шығармада әжесінің образын қалай бейнеледі? Әжесінің образы. Әжесінің образы шығармада әже ақылды, данышпан адам сияқты көрсетілді. Ол Бауыржан Момышұлының адам қалыптасуына үлкен үлес қосып тәрбие берді. Үлкен тәрбие берген адамдардың бірі ретінде көрсетеді. Жақсы. Қанағаттан жауабымен? Әлде өлтіріп жүремін. Жақсы, отыра қойып. Жақсы, бұл бізде үй тапсырмасының қайталау болды. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Балалар, бізде бірінші тапсырма жұптық жұмыс, ойланып жұптас әдісі арқылы, яғни қазір екі-екіден отырсыңдар. Осы екі-екіден жұппен жұмыс жасайсыңдар. Бұл жерде берілетін сендерге тапсырма. Әңгіме мәтінен ұлттық тәрбие, салт дәстүрге, туған жерге қатысты нақыл сөздер мен мақал мәтелдерді тұрақты сөз тіркестерін табу. Орындалу шарты жұп тұра отырып, екі-екіден отырсыңдар, жұп тұра отырып, әңгіме мәтінінен нақыл сөздерді, мақал мәтелдерді теріп жазасыңдар, мағынасын түсіндіресіңдер, не өз ойларыңды білесіңдер. Және астында дескрипторлары көрсетілген. Тапсырма түсінікті болса, тапсырмаға кірсеңіз. Аяқтасақ, жұптық жұмыс, әр топтан бір-бір жұптан сұрап шығайық, қандай ұлттық тәрбиеге байланысты салт дәстүрге, туған жерге қатысты нақыл сөздер, мақал мәтелдер, немесе тұрақты сөз тіркестерін таба алдыңдар, көрейік, және оның мағынасын ашып түсіндіреміз. Бірінші топтан бастайық. Кім? Сіздерден бастайық, бірінші топ. Әли. Мен болсам зәре құтым қалмай, қорықсам да тіземді бүкпей қаздиып тұра беріппін.
бұл сөйлемде зәре құтым қалмай деген сөз тіркесі бар. Ол мағынасы қатты қорқу. Зәре құтым қалмай деген, яғни қатты қорқу, шошу, иә? Жақсы, рахмет. Екінші топтан Айбота, айта ғой. Бір жылы үншіп атқанын еп пысықтап сайлау алдында жиналып алып қартысасын. Жандары алтынға келіп, қиналып дамытқа тірлікті. Бұл сөйлемде жандары алтынға келіп деген сөз тіркесі, иә? бар. Осы мағынасы қиналуы, шарасыз болу деп Жандар алтынға келу, қиналу, шарасыз болу деген сөз тіркесін таптыр. Жақсы, жарайсыңдар. Үшінші топта кім? Мына топ жұптан сұрайық, Али, айта ғой. Жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін, жілігінің майы жоқ, жілікке дағып берейін. Көк сиырдың сүтінен көже жасап берейін. Оның тұзын кім татар, жылама бөпем ұлтатар. Осы өлең жолдарында Бесік жыры, иә? Иә, бесік жырында, осы бесік жырын біздің Бауыржан Момышұлы атамыз осы өлеңді естіген, осы бесік жырын естіп, тұлға болуына әсер етті. Яғни ұлттық тәрбие дегенді алып отырсыңдар, иә? Ұлттық тәрбие. Бесік жырын осындай тәрбие көрген Бауыржан Момышұлы біз білетін қазіргі үлкен тұлға болып қалыптасуы, иә, оның нәтижесі. Жақсы. Оқыған балалар бағалау, жасанды сөйлемес, бағалау. Бірінші бізде Әли тұрақ сөз тіркесін тауып айтты, иә? Қандай баға? Жақсы. Жалпы жақсы. Бізде мына екінші топтағы жұптан бізде Айботаға балдарын, бағаларын сары, жақсы. Сары жақсы. Және үшінші топта Али мен Алинұрдың жұбына сары, жасыл, сары, жақсы. Жақсы балалар, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма бізде жылдам дебат әдісі арқылы жасалынады. Топтық жұмыс, яғни топ-топпен жұмыс жасайсыңдар. Жылдам дебат, жалпы дебат дегенді білеміз ғой, иә? Пікірталас, иә? Берілетін тапсырма электронды бесік жыры немесе баланың өз ата-анасының айтатын бесік жырының арасында айырмашылық бар ма? Осы сұрақтың төңірегінде қазір пікірталас ұйымдастыратын боласыңдар. Өте актуалды тақырып деп ойлаймын, алынған. Оның орындалу шарттары. Бірінші топ бізде жақтаушы тарап болады, яғни ата-ананың, яғни анасының айтқан жырының өзінің құндылық туралайды. Екінші топ бізде даттаушы тарап, қыздар, яғни қарсы пікір білдіресіңдер, және де электронды жаңағы бесік жырының тиімділігін, ерекшеліктерін атап көрсетуге тырысасыңдар, иә? Ал үшінші топ бізде сендер бағалаушы боласыңдар, сендер мұнда көрсетілген 5 критерий бойынша бағалайсыңдар. Олар тақырыптың ашылуы, дәлелдер мен фактілерін келтіруі, сөйлеушінің сөз саптауы, қалай сөйлейді ол бала, уақыттың тиімділігі және де өзін-өзі ұстай білуі. Осы бойынша бағалайтын боласыңдар. Жақсы ма? Тапсырма түсінікті ма? Иә. Жақсы, орындаймыз, дайындаламыз. Дайындалуға 5 минут. Балалар, жылдам дебатымызды жылдам ұйымдастырып жіберейік. Бізде бірінші топ жақтаушы, яғни бұлар анасының өзінің аузынан айтылған бесік жырының ерекшелігі, оның құндылықтар туралы айтатын болады. Жақсы, тыңдап көрейік. Бірінші топтан кім сөйлейді? Құндылық айта ғой, өз ойыңды. Бала ата-анасының өз аузынан естіген дауыс, баланың құлағына жағымды естіп, и тәрбиесі де өте жақсы болады. Тәрбиесі де жақсы болады. Жақсы, тағы да қандай ой қосамыз? Әли. Баяғы кездерден бері біздің әжелеріміз өз балаларына бесік жырын айтып, баланың қалыптасуына үлкен зор үлес қосылады. Соған дәлел қаншама дарынды адамдар, композитор, ақындар, соның тағы бір дәлелі Бауыржан Момышұлы, иә? Жақсы, отырамыз. Тағы да бар ма қосатын ода?
Осы жақсы. Бұл бізде жақтаушы топ болды. Енді тыңдайық. Даттаушы топты, яғни бұл кісілер екінші топ. Электронды бесік жырының артықшылығы болса, ерекшелігі болса, соны айтуға тырысады. Жақсы, тыңдап көрейік, кім айтады? Аружан, иә, жақсы. Басқаңызды кішкене түсіріп қойып, қаттырақ айтыңыз. Қолдаймыз. Біз топ бесік жыры электронды форматты қолдайды. Себебі қазіргі кезде аналардың көбісі жұмыс басы болған соң, ондайды айтуға көп жұмысы болмайды. Бесік жырын қосып қойып, бала өзі ұйықтап, ағанасы өзі жұмыс жасай береді. Біздің жәнде қазіргі кезде көп адамдар бесік жырын айтуға ынтасы болмайды, сөйткенде оған өзін уақытын кетірмей, жай ғана бесік жырын қосып қойып жүреді, иә. Жақсы, отыра қойып, осындай ойлар, пікірлер айтылды. Енді үшінші топ бізде білеміз, бағалаушы топ. Енді айтылған әр пікірге өздерінің ойларыңды білдіріп, бағаларыңды бересіңдер. Енді қазір бірінші топ пен екінші топтан баға сұраған кім, өйткені екеуі де бір-біріне қарсы баға беруі мүмкін. Сондықтан сендердің бағаларымен белгілейтін боламыз. Бірінші пікірлеріңді білдіріп жіберсеңдер, мынау осылай жақсырақ айтты, немесе мынау жақсырақ айтты деген сияқты. Иә, Али. Менің ойымша, бірінші топ өте жақсы келген айтты, өз ойын жақсы білдірді. Өйткені, мысалы, жаңа айтып отыр, даже баланы ұйықтатуға, бесік жырын айтуға, 5-10 минут уақыт қана кетеді. Өз күнінен 10 или 15 минут уақыт алса, ол дәлелмейді. Және де бала әрдайым бесік жырын тыңдаса, оның тәрбиесі өзінің қалыптасуына жақсы әсер етеді. Жақсы. Енді алдымыздағы карточкалармен бағалаймыз. Бірінші топқа қоятын бағаларыңыз, бірінші топқа жасыл, Әлинұр жасыл, Аружан мен сары. Жақсы. Екінші топқа қоятын бағаларымыз сары және жасыл. Яғни баға бойынша бізде бірінші топ бір ұпаймен деп айтуға болады, алдыға шықты. Жақсы, бұл енді барлығымыз шыны керек, бірінші топтың көзқарасымен келісеміз. Өйткені ананың тірі дауысымен бесік жырының айтылуы ол біздің қазақ халқының жалпы салт санасына өте керек, және де қазіргі таңда біздің ұлттық тәрбиеміздің сақталып қалуы үшін оны ары қарай дамыту, ары қарай жалғастыру қазіргі жас аналардың қолында деп айтуға келеді. Жақсы. Енді үшінші тапсырмаға келді. Үшінші тапсырма бізде жеке жұмыс, яғни әркімнің жеке жұмыс тапсырма орындайсыңдар. Бұл кейіпкерге хат әдісі арқылы орындалады. Бұл жерде тапсырма ел боламын десең, бесігіңді түзе тақырыбында әңгіме авторына, яғни Бауыржан Момышұлына хат үлгісінде шағын ой-толғау жазасыңдар. Астында дескрипторы көрсетілген, яғни Бауыржан Момышұлына ел боламын десең, бесігіңді түзе деген тақырыпта хат жазамыз. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы, орындаймыз. Орындауға 5-7 минут. Жақсы балалар, жазып болсақ, кейіпкерге хат, тыңдайық. Кімнен бастаймыз? Үшінші топтан бастайық. Аружаннан қойды, тыңдаймыз. Қазақ халқында ел боламын десең, бесігіңді түзе деген терең мағыналы сөз бар. Шындап келгенде әрбір отбасы қоғамның бір бөлігі, шағын отан. Отбасы әрқайсымыз үшін сүйіспеншілікке, ар-намысқа толы, қағидалары өмір бойы бізді жетелеп жүрді. Себебі отбасының бала тәрбиесінде алар орны ерекше. Баланың қалыптасу отбасынан басталады. Жақсы. Әр топтан бір оқушыдан тыңдайық, мына жақта? Аружан. Аяжан. Қазіргі кезде әрбір өзінің қалған ұрпағына жақсы тәрбие береді. Себебі бала өзінің балалық шағында көрген тәрбиені ол болашақта жасайды.
бұл тағылымды сөз тәрбиені тал бесігінен деген сөзбен шатастырмауымыз жөн. Өйткені ондай балалар арасында жүзінде жақсы қасиетті ата-анасына сіңіреді. Жақсы. Бірінші топта қарым уақытта жақсы. Мен бұлан біздің есімді түзелген сөз мағынасының кері құнықтарымен балалардың дұрыс тәрбиелеу. Ең біріншіден бұлан десең, өз құрамы дұрса. Баланың қалыптасуы зақым етеді. Жақсы. Енді балдар алдарымызда тұрған карточкалармен баға береміз. Бірінші бізде оқыды, үшінші топта. Аружанға баға берейік. Қандай баға береміз Аружанға балдар? Оқыған хатына баға. Жасыл. Арманда қандай? Жасыл. Сары. Жақсы. Бізде енді Аяжан екінші топтан бағалаймыз. Орташа, жасыл, сары, жасыл. Жақсы. Және арманда бағалаймыз. Жасыл, сары, қызыл, сары, жасыл. Жақсы. Ал балдар, сабақты қорытындылауға көшеміз. Кері байланыс жасаймыз. Кері байланыс партылас көшіңе пікір әдісі. Яғни партылас көшіңе деген бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топ, бірінші топқа деген сияқты. Пікір білдіреміз. Оның орындалу шарты. Жарайсың, сен сабақтағы жұмысыңа ризамын, сен бұдан да жақынырақ жұмыс істей алар едің, саған ұсынысым, бір ұсыныстарды жазасың. Яғни мына топқа бірінші топ, екіншіге, үшіншіге, қай жерінде, мүмкін бір жерінде дұрыс істемеді, жаңа мысал сен не үшін қызыл арманға деген сияқты өз пікірлеріңді білдіреміз. Түсінікті ма? Жақсы, орындауға 3 минут. Жақсы, балдар, кері байланыс жасаймыз. Бірінші топтан бастайық, кім бір оқушыдан айтайық, уақыт киімдеріне байланысты. Бейбарс, Әлек айтады, иә? Бүгінгі сабақты жақсы қатысты, өз ойын дәлелдеді. Жақсы, отыра қой. Екінші топтан Аяжанға Гүлназ білдіреді. Сен бұдан да жақсырақ жұмыс істей алар едің, саған ұсынсам, оқығанда даусыңды шығарып, өзіне сен. Өзіне сенімді бол дейді келесі сабақта. Жақсы. Біздер екінші топта кімге? Арман қолдаймыз. Арман бұдан да жақсырақ жұмыс істей алатынымызды білеміз. Саған ұсынымыз жақсырақ, қаттырақ айтып, және ойынды жақсырақ білдір. Ойынды жақсырақ білдіріп, даусыңды шығарып оқыды. Жақсы, айтылған ұсыныстарды қабылдаймыз ғой, иә? Жақсы балдар, ары қарай жалғастырамыз. Келесі бізде рефлексия, пирамида әдісі бойынша, пирамиданың суретін көріп тұрсыңдар. Баста есте сақтау керек маңызды нәрсе. Сіз көбірек білгіңіз келетін екі нәрсе. Сіз бұрыннан білетін 3 нәрсе. Және де сіз үйренген 4 нәрсе. Бүгінгі осы біздің жалпы шығармамыз ұшқан ұя бойынша, соның мазмұны, тақырыбы, идеясынан соның барлығын қамтып, осындай рефлексиямен қорытынды жасаймыз. Түсінікті ма? Болды. Жақсы, рефлексияны жазып болсақ, әр топтан бір оқушыдан тыңдайық. Бірінші топта кім? Бейбарыс, айта қой. Біз өз қазақ халқы құндылықтарымызды білу керекпіз. Ол бізде есте сақтау керек маңызды нәрсе, иә? Жақсы. Ұшқан ер шығармасын біліп, Бауыржан Момышұлының басқа еңбектерін оқу керек. Біреуі тағы. Бауыржан Момышұлының тағы да қандай өнерге жақын тұстары бар екен. Ол бізде сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, иә? Жақсы. Бауыржан Момышұлы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқаны әдеби еңбектері бар екені. Бар екенін білеміз, иә? Жақсы. Рахмет, отыра қойып. Үшінші топта Алина. Есте сақтау керек маңызды нәрсе. Бауыржан Момышұлының әдебиет нысанасына еңбек сіңірген сақтау. Жақсы. Сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе. Бауыржан Момышұлының басқа әдебиет шығармасына оқып білу.
Оқып білу, одан кейін Бауыржан Момышұлының ұрпағы қалай тәрбиеленді? Бауыржан Момышұлының ұрпағы өз балалары қандай тәрбие көріп өсті? Жақсы, жақсы. Келесі үшін сіз бұрыннан білетін үш нәрсе. Бауыржан Момышұлының соғысқа қатысуы. Бауыржан Момышұлының әдебиетке жақын болуы. Атасы Имаш. Атасының аты Имаш екен. Жақсы. Отбасы маңыздағы ұшқын аяның идеясымен дарқылдық. Жаңа қосылдерді өтіп, бала тәрбиесінің маңыздығын өттік. Жақсы, отыра ғой. Келесі бізді екінші топта ерке жан. Оқытылмаймыз. Есте сақтау керек маңызды нәрсе. Сабыр сөйлемін сақтау. Екіншісі көңіл бөлгісі келетін екі нәрсе ол ұшқан ұядан қарай басқа шығармасын білгім келеді. Екіншісі Бауыржан Момышұлының тағы тағдырын зерттеп білгім келеді. Бұрыннан білетін үш нәрсе Бауыржан Момышұлының өмірбаяны мен бірнеше шығармаларын білемін және Бауыржан Момышұлының ақын және соғысқа қатысқан екенін білемін. Төртіншісі үйренген төрт нәрсе. Бірінші тәрбие, екінші салт дәстүр, үшінші нақыл сөздер. Төртінші мақал-мәтелдер үйрендім. Жақсы, отырамыз. Жақсы балалар, бұл бізде рефлексия болды. Енді үйге тапсырма жазып аламыз. Күнделіктерімізді жазып үйге тапсырма. Оқулықтағы екінші тапсырма. Бауыржан Момышұлының әкесінен алған тәрбиесінің ерекшелігіне тоқталып, өз пікірлеріңді, өз көзқарастарыңды жазасыңдар. Нақты әкесінен қандай тәрбие алды сол жайында. Тапсырма түсінікті ғой, Итақсына жазып болса, балаларға бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді карточка бойынша қолданымдағы карточкамен көрсетіп жоғарырақ көтереміз. Бүгінгі сабақтан алған бүгінгі сабаққа бағаларын. Жақсы, көтердік. Жақсы балалар, сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.